Алдыға 3 минут қалды, бұйырса жарты сағаттан кейін 10 километр бастаймыз. Бірінші боп алдыға суырылып шыққан Ислам Аманғос. Он километр бірінші келе жатқан Ислам Аманғос. Бұл жерде 10 километрге Исламнан басқа ешкім шықпаған сияқты. Жалғыз өзі басып келе жатыр. В общем, раскладки по женщинам таковы, то что на третьем месте бежит Эльвира Тахаува. На втором месте у нас бежит Татьяна Неразнак. На первом месте среди женщин это Виктория Сергеева. Хорошим отрывом бежит Вика. Но здесь трасса-то коварна тем, что начало, половина 10 километров она будет в теньке, а вторая часть, конечно же, будет под солнцем, поэтому здесь, конечно же, играет роль выносливости. Кто будет выносливее, кто до конца дотерпит, тот и выиграет эту дистанцию. Ну и видим Викторию. Тренер беговой команды Ирбис бежит на первом месте. Напомню, что Виктория бежала еще чемпионат Республики Казахстан на 5000 метров. У нее была попытка сделать норматив мастера спорта. Ержан, давай по классике интервью перед стартом. Интервью? Дайындық қалай? Хорошая подготовка была. Недельный объем 19 километров на той неделе. На этой 40. Я заряжен, набрал, отдохнул, готов. Бежишь второй этап? Третий этап. Третий этап? Третий этап. Буду раздавать. По 0.05, по 3.0, наверное, попробую. Ага. Ну, еще там адреналин, поддержка команды, вот это запах крови, когда впереди уже кто-то бежит. Это прям вдохновляет. Расскажи нам, каково ночевать в Хилтоне перед стартом? Не расслабило ли это тебя? Комфортная, кстати, да, роскошная я вот жизнь. Не привык. Я обычно на полу, там, на куртежке, в хостеле. А здесь такие апартаменты. Ну, дискомфорт был, слишком мягкая кровать. Надеюсь, это не повлияет на моем результате. А как ты вообще относишься вот к таким спонсорам, которые закрывают все потребности Экиден команд? Отлично, вообще отлично я отношусь. Я всегда бегал Экиден за деньги, там, и выступал также за колледж, за Халык-банк, вот, кстати. Они мне платили деньги. Типа я их не работник. Кажется, это нельзя было рассказывать, нет? Халык-сила! Почему нельзя? Можно? Что я же не сотрудник Халык-банка. Нормально. Вот. За деньги, да, в общем. За деньги, да. Атлет Гусарова Тима может себе работать в АБР, приехать в Астану на несколько дней. И пешком прогуляться. Да, и пешком прогуляться по закрытым улицам прекрасной нашей столицы с видом на Абу-Даби. А чё сошел? Чё там? Не, я первый километр разминочный дал. Просто круто. Потом думал, нога прошла, типа на эмоциях побежал. Ага. 1,5 километра и потом нифига. Ага. Типа вот этот тум-тум. Ну вы просто посмотрите, в чем молодежь трусит у нас. Нормально вообще, нет это? Ислам жалғыз өзі тренировка жасап келе жатыр. Қасына ілесетін адам жоқ. 10 километр. 2-3 орынға келе жатқан жігіттер балалар. Ислам бұларға где-то 1,5 минут алып келе жатқан сияқты. 2 минут болмаса даже. Қыздардың арасында бірінші келе жатқан Mini Vix ең білуімше. Аяқ алысы жақсы. Шауып келеді. И даже не преследователи в одиночку в створ!
гонку заходит Ислам Амангос. Это 31-15. Ну, по крайней мере, то, что я увидел. Вот это борьба! Третий, четвертый! Вика, поздравляю! Сергей, давай! Жиырма бір мен 2-ден старт басталды. Пачка элиты на 21 километров. Половинка. Здесь мы можем увидеть участников Экиден, так и личного зачета. В первом месте, конечно же, бежит у нас... ошибаюсь, сори. За втором месте бежит у нас Дарын, за Джайран. На третьем месте Михаил Кульков. Ну, ребята бегут пачками для того, чтобы они знают, что нужно держаться друг за другом. Вторая половина полумарафона, она будет жарко, и на самом деле здесь выигрывает не самый быстрый, а здесь выигрывает самый выносливый. Поэтому здесь так, по Экиден командам, что у нас тут? Я вижу Багдата Амена, если не ошибаюсь, он бежит первым. Возможно, я что-то путаю. Ребят из СН раннинга я пока что не вижу, кажется. Жартылай марафонда екінші пачка қуып жүріп келе жатқан екі атлетті көріп тұрмыз. Сол екі атлет демеушілері метр 165-тен жүгіріп келе жатыр. Бірінші пункт питания. Еркеблан бежит за команду Атмосфер. Вторая передача. Арина Гладышева уже финишировала. Передала эстафету Еркеблану. Еркеблан говорит, что лидирует команда Майстарт. У них не было факта передачи. Не знаю, сейчас нужно будет чекнуть их, посмотреть, догнать. Я так понимаю, что атлет, который начал первый этап, он дальше продолжил. Как я понимаю. Вот он здесь. Не, он походу место перепутал или что получилось-то? Палящая знойная жара Астаны никого не щадит. Сонмен, что у нас происходит? Пачка преследования жартылай марафонға бірінші орында жүгіріп келе жатқан жігітті өткіншіге орай атын білмедім, бірақ смело жүгіріп келе жатыр негізі. Оны мойындау керек. Бұл пачканы қарасақ, келіп жүгіріп келе жатқан ол Михаил Кульков, метр 165 командасының атынан шыққан Ойбек пен Нодирбек және де Дарын Жайран атынан жүгіріп келе жатқан. Сондықтан да осы жерде Жайраннан екі атлет, метр 165-тен екі атлет жүгіріп келе жатыр. Қазір су шет қорықтенеді. Күн деген өте ыстық. Сондықтан да қарап жатамыз қандай текетірес болатынын. Что-то Ерке страдает. Кішкене шыдау керек, Асема.
Так, 16 километр. Бізде өзгеріс бар. Қуып жетіп келе жатқан үштік. Енді бірінші орынға таласып келе жатыр. Бұл жерде Михаил Кульков, Надирбек және Дарын Жайран командасынан. Сондықтан да қазір қарап жатамыз. Бірінші орында кім келетінін. Керемет. Жігіттер ыстыққа қарамайды, темптары 3.15, 3.18-ден келе жатыр. Бірінші келе жатқан Рантайм. Қалайсың? Сула заряжен. Погонять надо. Я не знаю, как он бежит. Үшінші орында жүгіріп келе жатқан Надирбек. Бірінші орында Жайран командасы. Осы жүгіріп келе жатқан Дарын мен Михаил Кульков. Енді Дарынның негізі финиш мықты болады Михаилдан қарағанда. Бірақ жарыс енді көрсетер, кім қаттырақ шаршады деген әңгіме ғой бұл жерде. Қуаныштымын. Ох ты! Правильно сказал? Ну почти, ничего страшного. Мен қуаныштымын. Мен қуаныштымын. О, мен хорошо. қуаныштымын. Очень классно. Достаточно. Жара сильная. О, сык. Чёрный сык. Жарко. Жарко, да. Да. Какие рекомендации бы дал по трассе? Какие, ну, кому рекомендации? Организаторам. Да все нормально, организаторы сделали конфетку, как всегда, из того, что они смогли. Я знаю, что им пришлось трассу в самый последний момент перекраивать, да. Но все отлично. Мне даже кажется, этот вариант лучше, потому что там такой вот мост противный, тот второй был. Да. И там еще надо было вот потом бежать вот эту вот улитку такую вниз, она не очень. Он развернулся и по той же дороге. Да, тут развернулся и по той же дороге. То есть развернулся и алга. Сначала алга, потом развернулся и снова алга. Ну ладно, давай. Главное, чтобы у тебя всегда алга была. Да, спасибо, ребят, Всё, давай. спасибо. Поздравляю с Очень первым рад, местом. спасибо. Я нашел скопление всех Экиден команд. Здесь все селебрити, да, здесь дресс-код был зеленым. Как тебе эмоции? Вертел я такую жару. Тяжело бегать в жару. А как тебе сам Экиден, вообще твой состав? Офигенный. Люблю их. Мои друзья, моя душа.
Мне понравилось, кайфанул. Как тебе, Саша, Экиден в Астане? Очень хорошо, мне очень нравится. Вот. Ну, час 15 это уже прям медленно, да? Экиден развивается, я думаю, отчасти мы виноваты в этом. Да, можно сказать, вырастили новое поколение Экиден, сильных команд. Ну, это хорошо наоборот, это больше мотивации для всех, чтобы все не забывали про дистанции Экиден и собирали команду сильнейших. Надеюсь, такие спонсоры, как Гербалайф, будут больше подтягиваться. Қыздардың арасында бірінші келе жатқан Светлана Куделич. Ана ол жерде Естай кетіп бара жатыр. Естай қыздарды озып шықтым дейді. Чемпионка на 10 километрах Астана Халф-марафон. Также призер на ЧРК на 5000 метров. Второе место, если не ошибаюсь, да. Вика, как эмоции со Астаны? Как тебе бежалось? Классно. Трасса очень крутая. Первую половину бежалась легко. Держала ровный темп, 4.29, 28. На развороте, где закончился тенек, все. Было очень жарко. Я уже видела, что всем плохо. На пункте питания еще схватила 2 стаканчика и разлила. То есть очень мало на себя вылила. Вот. Оправдание, мы слышим только оправдание. Какой результат? 35-55. По плану что хотела? По плану я хотела на рекорд трассы, но я уже понимала во второй половине, что рекорда никакого не будет, потому что я уже минуту себя проиграла. Ага. А вообще, как тебе бежится в жару летом? И вот я в жару не умею бегать, я поэтому не бегаю половинки в Астане. 22-го у нас Касанова, там 5000 метров. Опять? Да, опять. Снова? Снова надо пробовать. Попытка на мотив мастера спорта будет? Скорее всего нет, я буду пытаться на личность бегать. Ага. Это где-то 16:35, 16:40. Вот. Начнем с этого, потому что слишком задрала себе планку и вообще перегорела, ничего не получилось. Выгорела? Выгорела сильно. Ага. А в конце года как с марафоном? Тренер хочет. А ты? Намекает, я просто как будто не готова. Но край это весной. Весной? Следующего года? Да. Окей. Ислам Аманғос 10 шақырымдағы чемпионымыз. Және де Қазақстан Республикасының стипульді чемпион. Бір жұмада 2 дистанцияда чемпион болып шыққан біздің атақты Рантайм командасының бапкері. Сонымен, не дейсің, Ислам? Қалай болды? Не деймін, трасса өте керемет. Высокогорье жағынан тоже нормально результат көрсетуге болады. Трасса күшті, керемет. Бірақ погода жыл сайын. Қыста келсең суық болады, жазда келсең ыстық болады. Жыл сайын адамдар результат қоюға келеді, неға дайындалып, бірақ қоя алмайды, потому что погодные условия не позволяет, күн жанып кетіп жатыр. Бүгін қандай нәтиже? Бүгін кішкене дистанция асып кетті, 10 километр 30-да 55 болды. План қандай болды? План 30-40 болған. Бірақ по плану кішкене жылдамырақ бастадым, 15:00 болды, бірінші пятерка. Ары қарай 6 километрден кейін күн ыстық болды да, и тамағым құрғап, қиын болды жүгіру. Бірінші километрдан бастап алдыға шықтың, қарсылдастарың болмады. Сол үшін қиын болған жоқ па саған? Темп ұстайтын қарсылдас болмағандықтан? Иә, қарсылас болмаған қиын, жалғыз өзің по-любому жүгірген қиын ғой. Біріншіден, екіншіден кішкене жылдан бастап қойдым, үшіншіден күн ысып кетті. А бұлай бәрі керемет, негізі бәрін по плану бастап, қарсыластар болса, онда бүгін 30-30-да жүгіріп тастауға болады. Жарайсың, Ислам, алда сені көптеген жеңістер күтеді. Сол жеңістерге иншалла жете бер. Астанада жылындың ішінде тек 1-2 күні күн ауа райы жақсы. Басқа күндерде всегда ыстық немесе суық қатты. Поэтому у нас хорошей погоды не бывает. Каждый год не Если будет прохладно, значит будет ветер. Амбассадоры командасы. А вот и амбассадоры. Амбассадор, как ты? Все классно, классно финишировали. Ты первый бежал, успел отдохнуть. Да, я отдохнул, поел, попил. Мать, пойдем. Надеюсь, нормально все. Вы что, Мади убили? Вообще жесть, жара, капец. Вы зачем так над ними издеваетесь?
Мы его просто приободряли, а он тут сам выбрал. Красавцы, красавцы. Майстарт командасы қалай екіден болды? Төртінші болып келдіңіз, иә білем. Өкінішке орай. Вообще настроеңіз қандай бұл? Ұтайын деп едіңіз ғой? Настрой енді командалар бір-біріне жақын сияқты болды өте. Ұту болды мақсатымыз әрине. Ұту болды. Өз қаламызда өтіп жатқаннан кейін. Бірақ енді жарыста әртүрлі жағдайлар болуы мүмкін. Көрдіңіздер, иә? Енді бүгін сәттілік бүгін біздің жақта болмады. Енді келесі жарыстарға дайындаламыз, әлде таласамыз. Айтатындар бірдеңе бар. Алматылықтарды мойындаймыз, бүгін жолдары болды. Бірақ әлде жарыстар әлі болады деп ойлаймын. Для всех зрителей это все в качестве прикола, шутки было. Серьезно, не надо воспринимать. Просто команды между собой зарубились, и он кішкене шоу жасап, осылай бір-бірімізге келіп шоу жасап тұрайық. Рантайм құтты болсын. Но не от души, ма? Но не от души. Эмоции, давайте, эмоции, чистые эмоции. Это то, что мы хотели услышать. Переполняет. А вообще, какие рекомендации? Какие слова есть без... Это было очень жарко. Жестко, это было жестко, да. И я не ожидала. Первый раз же в Астане бежала. Я говорила, первый раз в Астане. Я не ожидала. Хочу передать чувства свои, которые после финиша. Ариша молодец. Первый этап вытащил. Отработал, да. Второй этап Еркебулан просто шикарно, молодец. Я был на третьем. Взял эстафету пятым, забежал вторым. Вот. 3 места отыграли. Ну ничего, там было у кого отыгрывать. Но наша ракета, канат, конечно, сделал свое дело. Он красиво финишировал. Да, сделал Я все, видел. что. Поэтому я очень рад. Наш первый опыт. Я думаю, что наша команда... Продолжение будет? Обязательно. Мы на самом деле и сделали такую команду. Именно беговые, все местные. И мы будем развивать Экиден. И выступать на всех стартах. Получается, ждем продолжения от Атмосфер Тим. Майстарт и Рантайм Алматы примирение. Сөз болған жоқта. Соңына келген кезде алматылық 3 команданың бәрі орын алып кетті. Бірақ шыны керек, Майстарт Астананың командасы емес қой. Барша Қазақстанның ауқымын алып жүрген организаторлардың бірі. Тағы да бір айтарым, Майстарттың негізі болашақ амбассадорымыз. Сол себепті трэш-ток әдейі адамдарды қызықтыру үшін осындай келіссөзбен біз осындай амал жасадық. Бәріне қызық болды деп ойлаймын. Енді мықты болдық енді, шыны керек енді. Енді Майстарттың сөзі. Мен өмірімде 4-ші орын алу бұндай обидно болады деп ойламаппын. Өкінішке қарай 4-ші орын алып қалдық. Бірақ енді біздің бірінші опыт аяқ астынан қабылданған шешім болды. Экиден команда құру. Күшті жарыс болды деп ойлаймын. Жарыс өте күшті болды. 10 шақырым 21-ге қарағанда Экиденнің бір өзінің атмосферасы күшті болатын сияқты. Дәл солай. Жаңа кімнің фаворит екені соңына дейін белгісіз болды да. Сол қатынады. Барлығын тікелей эфирден қарап отырдық. Енді чемпиондарды құттықтаймыз. Майстарт күшейік па келесі старттарда? Экиден командасын. Негізі Майстарт ол жүгіру клуб емес. Клуб емес, білеміз, бірақ вообще сіздің атыңыздан шыға ма тағы да? Тек қана жүгіріктер. Біз телеграм каналымыз ғой былай. Осы бірінші опыт болды осындай. Опыт өзіме ұнады. Тем более Рантаймен жасалған әлеуметтік желіде бір-бірімізге пас беріп отырып, жаңа трэш-ток дейді ма? Иә. Соның өзі бір Астанадағы, осы Астана полумарафондағы Экиденнің бір дәрежесін көтерді деп ойлаймын. Бүкіл Қазақстанның назарын аудара білдік. Бағдатқа үлкен көп рахмет. Арамызда ешқандай ондай бір-бірімізді жақтырмау деген жоқ. Бұның барлығы тек қана осы сайысты тырыстыру үшін жасалған іс-шаралар. Енді бізге платформаның маркетингін жүргізу ретінде бұл өте керек болды. Және Бағдат осы
трэш-ток арқылы біздің платформаның ар бір деңгейге көтерілуіне өз септігін тигізді. Енді шыны керек, өзбектер деп атсыздар, өзіміз орын алып, әдейі қыз баланы алып бердік. Блог жасағанға, оған өз сәбізімізді қосамыз, сөйтіп Майстар командасын тамақтандырамыз деп ойлаймын. Келген сәбіз ба? Жаңа Ердос айтқан маған, олар плов дайындап жатыр, сол өткенде бұларға сәбіз апарып берген, содан плов жасайық деген. Иә, сол ғой. Соны дәмін көреміз енді. Сол Құлаевтың сәбізін Чемпиондарды жатыр. Иә, достойно жеңді, керемет жарыс болды. Енді біз 4-ші орын алдық, ничего, нормально. Ничего, болады әлі. Все, давай. Поздравляем. Красавцы, Ротай. Так много призов, да, что не знаете, куда ложить? Да, раздарю, вот. Долги отдаю. А я стоял, ждал, да? Выжидал. Давай, анпакинг, что там есть? Так, йогуртик. Завтрак. Еще что-то сметана. Полезные продукты. Все хорошо. Хлебушек. Кастрюлька. О, нормально. Вау. А это женщинам дали кастрюлю или мужчинам тоже? Мужчинам тоже, да. Полезно. Полезно, спасибо. Я очень много вот сейчас отвечаю на смс-ки, потому что как мы не прекращаем никогда. Всем сейчас сразу отвечу без телефона, вот сейчас. Итак. Жалпы біздің жүрген жер, Рантайым жүрген жер, всегда кипиш қой. Біз всегда кипиш устраивать етіп Сен жүреміз. осындайсың ғой, сен саған байланысты ғой. Мен өзім жалпы осындай жақсы көремін. Негізі өте керемет анандай пранк болды, команда күшті. Біз именно біздің команда екеден де разогревать етті. Екеден тағы шығарасыңдар ма, келесі старттарды? Алла қаласа шығарамыз. Шығарасыңдар ма? Қатты состав па, мықты состав бола ма? Білмеймін, әлі ештеңе Орынға айтамын. таласатын состав? Конечно, всегда орынға таласамын. Сондай настроениемен жүре беріңдер. Сосын Өзбектерсіз қашан тырысасыңдар? қайсы өзбектерсіз? Қыз өзбекші. Ана менің Димашымды да өзбек деп айтып жүрген ғой біраз адам. Жоқ, енді ол жарайды, Димаш біздікі, иә. Қызшы. Қыз енді қыз жағы білесіңдер енді, Қазақстанда слабый. Барлығы по-любому басқа қыздар алып жатыр командаға. Сол себепті, если басқа командалар чисто өзінің составын шығарса, чисто любительдер шығарса, онда шығаруға болады. Просто видишь, мен өзімнің балаларымды дайындадым, осы екеденге шығардым. И қызды шығардым. Қазір қарасаң, барлық команда бір-бір профиктан жүрді, по-любому. Басқа біреулерді алып алған бәрібір. Если басқа командалар чисто өзінің составтарын шығаратын болса, онда мен өз составым. Давайте. Следующий экиден, все любители, каждый только из своей команды шығарып, чисто соревнование. Чисто любительдер болсын, профиктар болмасын. Да, из своей команды, там, и из Рантайма, только рантаймовские, анау-мынау. Если олар келісіп, давай істейік десе, мен өзімді шығарам. Да, а если давай деп, ренжімеңдер, мен өзбектерді әкеле беремін. Рядом со мной абсолютно чемпионка буквально всех казахстанских забегов на полумарафоне Светлана Куделич. Поделитесь эмоциями, как сегодня бежалась. Спасибо большое. Да, в этом году мне посчастливилось пока выиграть все старты, в которые я участвовала, да. Этот марафон полумарафон самый сложный, который вообще я бегала, потому что я не знаю, здесь сегодня я чуть Богу душу не отдала. Очень сложно и тяжело. Быстровато начала, была хорошая соперница, она меня там подпирала до 10-го километра. И это немножко сделала так, что было больновато и грустновато к концу. Но я дотерпела, местами, конечно, разные мысли были. Какой результат? Час 19, но последние километры я уже не набегала, была задача просто добежать, выиграть, все, что я говорила. Какой план был на гонку? Тренер сказал, Игорь Жаворонок, выиграть меньшей кровью. Но не получилось с меньшей кровью, пришлось пострадать и поплакать после финиша. Так было мне жалко себя. Бедная я, несчастная. Было очень больно. Қалай болды? Бәрі шағымдарың бар, айтшы. Да, бірінші Алматы марафонға рахмет. Үшінші жыл қатарынан Астанаға мереке келіп отыр. Әдемі ұйымдастырушылар, бірақ менде не дегенмен ыстықты ескеру керек және
жүгірушілердің клубпен дайындалып жатыр, жаттықтырушылармен дайындалып жатыр, бапкермен. Сондықтан нәтижесі жоғары жүгірушілер жылдан жылға өте көп. САП 50 деген затты уже ұлғайту керек сияқты. Себебі бүгін кластер өте кішкентай болды. Старт берілді, біз сыртта тұрмыз. Мүмкін емес, мен қасымда Красилов тұр, мысалы, ол да тоже өзінің шағымын айтып жатыр. Білмеймін, мен өтініш, бізден ұсыныс жүгірушілердің бәрі айту керек негізі. Айтады деп ойлаймын, көбісінде осындай шағым. САП 40, кластер Аға өзгерту керек. Кластер Б, САП 50. Немесе элита енгізу керек, элита. Мен ойымша САП 37 ұлдарға болады, 35 немесе. Ал қыздарға САП 40, егер ол САП 40 өте жылдам десе, САП 50 жақсы, болады қыздарға. Тек қана осы шағым, қалғаны өте әдемі, сол кластер жағын қарастырса, біз сырттан енді қиын болды, енді адам өте көп. Ұйымдастырушылық уақыт жағынан қалай? Мысалы, жаңа сен айтып жаттың, июньде емес, мамырдың соңына таман ұйымдастырса да болады еді деген секілді. Соны қалай айтасың? Мен шыны керек өзім кішігірім енді бастап жатқан бапкермін. Яғни менде көп жаңадан бастап жүрген жүгірушілер көп. Мен шыны керек финишқа жеттім. Менің уайымым өзімнің шәкірттерімде болды, өйткені күн ыстық. Өте ыстық. Ең бастысы финишқа аман есен жетсек еді. Сондықтан мамырға ауыстырса, мамыр айы қазір Астанада әдемі бос тұр. Полумарафон мамыр айына ауыстыратын болса, өте әдемі старт болады. Бүкіл мықты жүгірушілер Астана полумарафонды таңдайтын болады. Менің сенімім өте үлкен. Сонымен Астанадағы жартылай марафон бітті. Біз өзіміз шаршап Астананың қақ орталығында отырмыз. Оң жағымызды қарасаңыздар, бізде бәйтерек. Сонымен бүгін болған бүгін жарысты ойлап, анализ жасап, талқылап бір ойға келдік. Ол енді алғыс айтқымыз келеді. Біріншіден ол Алматы марафонының құрамына Салтанат Қазыбаева және де Ержан Біріпжанов, осы кісілер болмаса бәлкім желаяқ та болмас еді, осындай жүгіру мерейі де болмас еді Астанада. Сондықтан да соларға рахмет. Ал екіншіден біздің осы саяхатымызды, жұмысымызды жеңілдірек жасау үшін демеуші болған Мед 365 компаниясына рахмет. Және де құрылтайшысы Шыңғыс Құлахметовке, екі ортаны бізде байланыстырып отырған, көпір болып отырған Нұрлан Бейжігітовке үлкен алғысымызды білдіреміз. Өйткені бұндай қолдау болмаса, бізден бұндай контент те болмас еді. Сол себепті сағымызды сындырмай, өзінің көмек қолын созып жүрген әрдайым қазақ бауырларымыз, көмектесіп қолдап деп жүрген сол ағамызға үлкен алғыс, үлкен рахмет. Келесі жүздескенше, ал бүгінгі түсірілген влог барлығына ұнады деген үміттеміз. Және де комментарий астына міндетті түрде жаза кетіңіздер, ол бізге көмегін септігін тигізеді. Ал білерсің таңның атарын, көрерсің күннің батарын. Кейінгі жұртқа меймансың, кеткен соң құрбы қатарын. Керуен кетіп барады, нарменен тізіп атқандай. Жарық дүнияман бол тең құрбым өскеннен бір күн ақ ептеп кісі бай болмас, маңдайға құдай бермесе. Өлемін деп кім ойлар, ажалы жетіп өлмесе. Жылаған мен не пайда, тыңдаушы баға бермесе. Дүниеге мейман көңілім мақтансам дауа тілерсің.
ишенип берген өмір бар уақытың менен жүрерсең. Bir күндер ау қапа бол, bir күндер ау күлерсең. Bir қалыппен ешпенде бітіре алмас сек, өлесіне